Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, әріптестер. Мен Жұмадилаева Мереке, ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Бұл салада еңбек етіп жүргеніме 5 жыл болды және бүгін осы үздік педагог байқауына қатысып отырмын. Бұл байқауға қатысу мен үшін үлкен мәртебе, әрі менің ұстаздық жолымның қаншалықты маңызды әрі жауапты екенін түсінуге мүмкіндік береді. Мұғалімнің жұмысы бұл үнемі ізденіс, еңбектену және оқушының әр жетістігін өз жетістігіміздей сезіну. Балалардың білім алу жолындағы әрбір қадамы, олардың алған білімдері мен тәжірибелері менің басты марапатым. Ұстаздық жұмысында әрбір сабақ, әрбір тапсырма, әрбір оқушының сұрағы мен жауабы үлкен жауапкершілікті талап етеді. Оқушының бүгінгі білімін, алдағы болашағын қалыптастыруда мұғалімнің рөлі ерекше. Сондықтан мұғалім болу жауапкершіліктің ең үлкені. Бұл байқау мен үшін тек бәсеке емес, ұстаздық жолымды тереңірек түсіну, өз тәжірибемді бағалау және одан әрі жетілдіру мүмкіндігі. Қазіргі білім беру жүйесі үнемі дамуда. Бүгінгі оқушы жаңа технологиямен тәрбиеленген буын. Осыған орай мен өз тәжірибемде жасанды интеллект пен цифрлық платформаларды сабақтарда тиімді қолдануға тырысамын. Жасанды интеллект оқушының жас ерекшелігіне, деңгейіне қарай бейімделіп, қажетті көмек беретін құралға айналды. Мұғалім ретінде менің мақсатым осы құралдарды шебер пайдаланып, әр оқушыға қолайлы, заманауи білім беру кеңістігін қалыптастыру. Жаңа сабақ, жаңа белес. Әр жаңа сабақ, жаңа мүмкіндік, жаңа ой, жаңа сұрақ. Мен сабақты бастамас бұрын оқушылардың қызығушылығын оятуға тырысамын. Түрлі тапсырмалар, ойындар, видеолар, жасанды интеллект құралдары арқылы сабақты қызықты өткізуге тырысамын. Сабақ тек тақырыпты меңгерту емес, оқушыны ойлауға, сөйлеуге, сұрақ қоюға баулу. Бұл тәсілдер оқушыны сабаққа белсенді қатысуға, өз ойын ашық айтуға, еркін сөйлеуге үйретеді. Әр баланың деңгейіне қарай тапсырмаларды түрлендіріп, топпен және жеке жұмыс жасауға жағдай жасаймын. Менің сабағымда оқушылардың қызығушылығын арттыру, белсенділігін ояту мақсатында түрлі интерактивті платформаларды қолданамын. Соның ішінде Wheel of Names пен Wordle менің жиі қолданатын құралдарымның бірі. Wheel of Names бұл дөңгелек форматындағы кездейсоқ таңдау құралы. Сабақ барысында бұл әдісті оқушыларды топқа бөлуге және сұраққа жауап беретін оқушыны таңдауға, жаңа сөздерді қайталау сәттерінде қолданамын. Бұл тәсіл сабақты ойынға айналдырып, балалардың сабаққа белсенді қатысуға жол ашады. Әр оқушы дөңгелекке түсіп қаламын ба деп дайын отырады. Осылайша бәрі зейін қойып, назарын аударып отырады. Wordle бұл жаңа сөздерді бекітуге, грамматиканы қайталауға және түрлі тілдік дағдыларды дамытуға арналған керемет платформа. Оқушыларым осы әдістер арқылы өз тіліне деген сенімдерін арттырып, түрлі байқауларға, олимпиадаларға қатысып келеді. Ең бастысы, олар ағылшын тілін үйренуден қорықпай, қызығушылықпен қабылдай алады. Оқушыларымның жетістіктері менің ең үлкен марапатым. Сол себепті мен әр сабақты шабытпен өткізуге, әр баланың жүрегіне жол табуға тырысамын. Ұстаз ол мәңгі алау сөнбейтін. Сол алауды сөндірмей, нұрын шашып жүре беру менің басты мақсатым. Назарларыңызға